Армысыздар, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда Диана Абдықалықова, бүгін көретіндеріңіз. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Сәтпаев қалалық мәслихатының кезектен тыс сессиясы онлайн режимінде өтті. Сәтпаев қаласында біз біргеміз акциясы жалғасуда. Қарағанды облысында 1 мамырға орай ұлт тағамдары челленджі өтуде. Қазақстан халқы 1 мамырда ынтымақ пен бірлік күні мерекесін атап өтеді. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта, тату тәтті береке мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Осы айтулы мерекеде қаламыздағы түрлі этномәдени орталық өкілдері қала тұрғындарына деген ақжарма тілектерін білдірді. Құрметті жерлестер, сіздерді Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын. Отбасы амандығы мен бейбіт өмір, денсаулық, бақыт тілеймін. Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем Единства народа Казахстана. То, что в нынешнем году мы не можем отметить этот светлый весенний день массовыми гуляниями, праздничными концертами, нисколько не умаляет его значимости. Желаю каждой семье непременно здоровья, счастья и благополучия. Құрметті қазақ елі, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, бейбітшілік пен ынтымақ бірлігі мәңгі жасай берсін. Барлығыңызды мерекемен құттықтаймын. Жалпы бұл мерекені атап өтудің негізгі мақсаты ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый-құрметтерін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. Бірлік болмай тірлік болмас деген атам қазақ. Берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. Бүгінде достық атты бір шаңырақ астында шоғырланған әрбір ұлттық мәдени орталықтар мерекеде ән айтып, би билеп, жалпы халықтық мейрамда дәстүр мен салтқа толы түрлі көріністер көрсетілетін. Алайда биылғы жылы өкінішке орай мерекелік шаралардың барлығы дерлік төтенше жағдайға байланысты кейінге шегерілуде. Дегенмен де тұрғындарға көңіл күйлерін түсірмеуге кеңес береміз. Отбасыңызбен бірге үйде отырып, арнамыздан мерекелік бағдарламаларымызды тамашалауға шақырамын. Алтынгүл Төлегенова, Виктория Жараспаева, арнайы Ақшам жаңалықтар үшін. Кеше Кеншілер қаласының әкімдігінде мәслихаттың кезектен тыс 63-ші сессиясы өтті. Күн тәртібіндегі барлық мәселелерді халық қалаулылары қашықтықтан онлайн режимінде қарастырды. Елімізде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты барлық қоғамдық іс-шаралар мен жиналыстарға уақытша тыйым салынғаны белгілі. Алайда жергілікті депутаттар өз жұмысын жалғастыруда. Сәтпаев қалалық мәслихатының кезектен тыс 63-ші сессиясын халық қалаулылары заманауи байланыс құралдарын пайдалана отырып онлайн режимінде өткізді. Сандық форматтағы ерекше отырысты мәслихат хатшысы Татьяна Хмелерчук ашты. Уважаемые депутаты, Құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 18-ші бабына сәйкес сессия төрағасы Владимир Владимирович Йостустың маңызды себеппен болмауына байланысты оның өкілеттіктерін қалалық мәслихаттың хатшысы жүзеге асырады. Сіздердің назарларыңызға бүгінгі онлайн режимдегі сессияның күн тәртібі ұсынылды. Егерде ешкімнің қарсылығы болмаса, күн тәртібін бекітіп, отырысымызды бастаймыз. Күн тәртібі бекітілгеннен кейін халық қалаулылары бірқатар мәселелерді қарады. Олардың ішінде Жезқазған кентінің бюджетіне өзгерістер енгізу және Сәтпаев қаласы бойынша жайылымдарды басқару мен оларды пайдалану жөніндегі 2020-2021 жылдарға арналған жоспарды бекіту. Сондай-ақ кезектен тыс сессияда депутаттар жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару туралы шарттардың жобаларын бекітті. Айта кетейік, шектеу шараларын
сұрақтарына қарамастан Сәтпаевтық депутаттар мессенджерлер және әлеуметтік желілердің көмегімен қала тіршілігін қадағалауды жалғастыруда. Ол түсінікті. Алдағы уақытта халық қалаулыларын үлкен рейд жұмыстары күтіп тұр. Диана Абдықалықова, Елдар Әлімжанов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Сәтпаев қаласында «Біз біргеміз» акциясы жалғасуда. Жалпы республикалық бастама аясында белсенділер халықтың әлеуметтік осал топтарының мекен-жайларына бірінші кезекте қажетті азық-түлік пен қорғаныс құралдарын жеткізу арқылы көмек көрсетуде. Бүгінде қаламызда жерлестерімізге қолдау көрсету дәстүрге айналды. Нұр Отан партиясының белсенділері, меценаттар, кәсіпкерлер және қарапайым жанашыр азаматтар халықтың әлеуметтік әлсіз санаттарына тұрақты негізде көмектесуде. Қазіргі таңда қаламызда мұндай көмекті 150-ден астам отбасы алды. Бұл жолы азық-түлік жиынтығы тағы 10 жанұяға жеткізілді. Белсенділер мұнымен тоқтамақ емес. Азық-түлік жиынтықтарымен көмек көрсету жұмыстары өзін-өзі оқшаулау режимі аяқталғанға дейін жалғасады. Басты мақсат шектеу шаралары кезінде халықтың әлеуметтік осал топтарына көмек көрсетіп, қолдау білдіру. Акция аясында кез келген азамат азық-түлік, киім, тұрмыстық тауарлар немесе мектепке қажетті заттар беру арқылы қолынан келген көмегін көрсете алады. Айта кету керек, мұндай көмекті алушылар санатына аз қамтылған және көп балалы отбасылар, сондай-ақ жалғыз басты қарт адамдар мен ерекше қажеттіліктері бар азаматтар кіреді. Қазақстан халқының бірлігі күніне орай Қарағанды облысында ұлттық тағамдарды дайындау бойынша челлендж іске қосылған болатын. Аталмыш акцияға қаламыздың Достық үйінің ұжымы да белсенділік танытты. Іс-шараны Қарағанды облысының Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдері ішкі саясат басқармасымен бірлесіп ұйымдастырған. Бірлік күніне арналған челленджге Сәтпаев қаласының Достық үйде қатысып, кәріс ұлтының ұлттық тағамын әзірледі. Мы приготовили вам 2 фирменных корейских блюда. Біз сіздерге кәріс ұлтының ұлттық тағамдарының бірі пигоди және фунчоза салатын әзірледік. Бұл тағамдарға біз қажетті қоспаларды қосып әзірледік. Алайда әркім өзінің қалауы бойынша түрлі көкөністер мен қоспаларын қосуға болады. Келе жатқан бірлік күнімен барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Аспанымыз ашық, бірлігіміз жарасып, татулықта өмір сүрейік. Челлендж аясында әр ұлт өкілдерінің дайындаған тағамдары көп балалы отбасыларға, медицина қызметкерлеріне және блок-бекеттердегі кезекшілерге таратылуда. Сәтпаев қаласының Достық үйінің ұжымы дайындалған тағамды Сәтпаев Жезқазған тас жолында орналасқан бекеттегі кезекшілерге арнайы барып табыстап, төтенше жағдай кезінде бірге екендіктерін білдірді. Праздника 1 мая единства народа Казахстана. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі аясында кезекте тұрған сіздерге арнап, біздің Достық үйінің ұжымы кәріс диаспорасының ұлттық тағамдарын әзірлеп ала келдік. Сіздердің еңбектеріңізге табыс тілейміз. Осындай төтенше жағдай кезінде біз сіздермен біргеміз. Айта кетейік, ұлттық тағамдарды дайындау бойынша челленджге облыстың барлық қалалары мен аудандары атсалысқан. Соңғы күні, яғни 30 сәуірде челлендж Қарағанды, Жезқазған, Теміртау және Шахтинск қалаларында өтпек. Алтынгүл Төлегенова, Әли Әбілғазы, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар және ауа райы болжамы.